Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біздер ион алмасу реакция тақырыбын жалғастырамыз. Және бұл видеода карбонаттар мен бикарбонаттардың қышқылдармен ион алмасу реакцияларын қарастырамыз. Бұл реакциялар ион алмасу реакцияларына жататындықтан, алдымен біздің каналымызда ион алмасу реакциясы бойынша видеоны көруге кеңес беремін. Бұл видеоны көру үшін жоғарыда шыққан сілтемеге басуыңызға болады. Ең алдымен карбонаттар және бикарбонаттармен танысып кетейік. Карбонат дегеніміз молекулалық формуласы CO3 болатын, және оның заряды 2- болатын осындай анионды біз карбонат деп айтаймыз. Және тұздың құрамына осы анион, карбонат анионы құрамына кірсе, біз ол тұзды карбонат тұзы деп атай аламыз. Мысалы, бізде мына жерде натрий карбонаты мен кальций карбонаты көрсетілген. Осы екі қосылыстың эмпирикалық формуласын жазып көрейік. Натрийдің заряды 1+, натрий бізде сілтілік металл, карбонаттың заряды 2-, сондықтан бізге натрий 2 CO3, яғни нөлдік әдісті қолданатын болсақ, бізде 2- үшін 2- бейтараптандыру үшін бізге 2+ қажет. Сондықтан бұл жерде 2+ болу үшін бізге 2 натрий катионы қажет. Сондықтан натрий карбонатының эмпирикалық формуласы натрий 2 CO3 болады. Кальций карбонатын қарастырайық. Кальций екінші А топшада орналасқан, ол сілтілік жер металл, яғни оның заряды 2+. Карбонаттың заряды 2-. Бұл жерде 2+ пен 2- бір-бірін бейтараптандырады, яғни олардың қатынасы 1:1. Кальций карбонатының эмпирикалық формуласы кальций CO3 болады. Ал бикарбонат дегеніміз, бикарбонат ол осы карбонатқа ұқсас, яғни CO3, бірақ бір оттек атомына бір сутек атомы байланысып тұрады. Бұл анион бикарбонат деп аталады, және бұл анионның заряды 1- тең. Құрамында бикарбонат аниондары бар тұздарды біз бикарбонат тұздары деп атаймыз. Мысалы, бізде натрий бикарбонаты бар және кальций бикарбонаты. Тап солай олардың эмпирикалық формуласын жазып көрейік. Натрий бізде 1+, бикарбонат 1-. Қатынастары 1:1, натрий 1, бикарбонат бізде 1 болады, HCO3. Кальций бикарбонаты, бұл кальций бізде 2+, және бикарбонат 1-. Бұл жерде нөлдік әдісін қолданатын болсақ, 2+ке 2- қажет. Сондықтан бір формула бірлігінде бізде 2 бикарбонат анионы болады. Оның эмпирикалық форма, кальций бикарбонатының эмпирикалық формуласы кальций бикарбонат анионы HCO3, және біз оны 2 еселейміз. Карбонат және бикарбонат аниондары көмір қышқылы деген H2CO3, бұл бізде көмір қышқылы деп аталады. Осы қышқылдың қышқыл қалдықтары болып келеді, яғни одан HCO3 шығады, ол суда диссоцияланғанда, және карбонат CO3 2- шығады. Ал енді осы карбонаттар қышқылдармен қалай әрекеттесетінін көрейік. Бірінші видеода біздер натрий карбонаты, натрий 2CO3, оның сулы ерітіндісі мына жерде берілген бізге. Есіңізде болса, натрийдің барлық тұздары суда ериді, яғни натрий 2CO3 суда еріп, ол ерітіндіде натрий катиондары мен карбонат аниондарына диссоцияланады. Яғни бұл ерітіндіде осы иондар бізде бос күйінде болады. Тап солай бізге мына жерде тұз қышқылының сулы ерітіндісі көрсетілген. Тұз қышқылы суда сутек катиондары мен хлорид аниондарына диссоцияланады. Өткен видеода біз екі ерітіндіні алғанда, олардың ион алмасу реакция теңдеуін қалай жазуды үйрендік. Тап солай осы екі қосылысты алып, олардың өнімдерін, ион алмасу реакциясының өнімдерін болжап көрейік. Бізге натрий 2 CO3 берілген, оның ерітіндісі, біз оны әрекеттестіреміз тұз қышқылымен, оның да ерітіндісі берілген. Нәтижесінде натрий хлорид анионымен алмасады, сутек карбонат анионымен алмасып, бізде натрий хлориді түзіледі, оның эмпирикалық формуласы натрий хлор, және ол суда ериді, себебі натрийдің барлық тұздары суда ериді. Және екіншісі бізде, бұл жерде бізде сутек катионы H+, және карбонат 2-. Бұл жерде нөлдік әдісін қолданамыз. 2- үшін бізге 2+ қажет, сондықтан 2 сутек катионы қажет болады.
Енді зарядтарын кетіреміз. Бұл қышқыл суда ериді. Және бұл көмір қышқылы болып келеді. Атап кеткендей, көмір қышқылының қышқыл қалдықтары карбонат және бикарбонат болып келеді. Ал енді реакция тәжірибесіне қайтып оралып, іс жүзінде осы өнімдер түзілетіндігін көрейік. Натрий карбонатын пробиркаға қосамыз және оған тұз қышқылын қосқан кезде көріп тұрмыз, реакция барысында бір газ түзіліп жатыр. Бұл газ бізде көмір қышқыл газы болып келеді. Натрий хлориді жаңа айтқандай суда ериді, ал көмір қышқыл газы бұл молекул құрылымы бар зат, және біз оның түзілгенін жаңа газдың бөлінуі бойынша көрдік. Яғни бізде бұл жерде көмір қышқылы емес, көмір қышқыл газы түзіліп жатыр. Бұл неліктен? Көмір қышқыл газының түзілуі осы H2CO3-тің сулы ерітіндіде тұрақсыз болуына байланысты. Сулы ерітіндіде көмір қышқылы суға H2O және оның агрегаттық күйі сұйық, және көмір қышқыл газына оның агрегаттық түрі газ болып келеді. Бұл реакция, яғни ион алмасу реакция кезінде бізде H2CO3 түзілетін болса, яғни өнімдердің біреуі H2CO3 болса, ол ерітіндіде тұрақсыз екенін есте сақтаңыз. Ол ерітіндіде H2O мен CO2-ге ыдырайды. Бұл екі қосылыс H2O мен CO2 термодинамикалық тұрғыдан тұрақты қосылыстар болып келеді H2CO3-ге қарағанда. Сондықтан бұл реакция теңдеуінде мен H2CO3 деп жазбаймын. Оның орнына H2O мен CO2 деп жазу керекпін. Себебі осы екі қосылыстың реакциясын көрген кезде жаңа біз H2CO3 емес CO2-нің, яғни көмір қышқыл газының бөлінгенін бақыладық. Сондықтан мына жерге мен H2CO3-ті кетіремін және оның орнына H2O сұйық және CO2 газ түзілетін жазамын. Енді бұл теңдеуді теңестірейік. Бізде мына жерде 2 натрий катионы бар, мына жерде тек қана 1 натрий катионы, сондықтан оның алдына 2 деп қоямыз. Енді бізде хлорид аниондарының саны мына жерде 2 болды, сондықтан тұз қышқылының алдына 2 қоямыз. Енді көміртек атомдарын санайық. Мына жерде менде 1 көміртек атомы, мына жерде 1 көміртек атомы, және келесі біз сутек және оттек атомдарын тексереміз. Сутек атомдарының саны мына жерде 2, су молекуласында 2 сутек атомы бар. Карбонаттың құрамында 3 оттек атомы. Егер реакцияның оң жағына қарайтын болсақ, бізде су молекуласында 1 оттек атомы және CO2-де 2 оттек атомы, қосқан кезде 3 болады. Яғни бұл реакция бізде енді теңесіп тұр. Ал енді бұл реакция үшін толық иондық теңдеуді жазайық. Натрий 2CO3 бізде 2 натрий катионына. Есте сақтаймыз, мына индекс бұл жерде коэффициент болып көшеді. Ерітіндіде және карбонат анионы CO3 2- және ол да ерітіндіде болады. Тұз қышқылы 2H+, және 2 хлорид минуске ыдырайды, диссоцияланады. 2 деп қоямыз, себебі оның алдында 2 коэффициенті тұр. Келесі 2 натрий хлориді 2 натрий плюс және 2 хлорид анионына диссоцияланады. Су және CO2 бізде бейэлектролиттер, оларды біз сол күйінде көшіреміз толық иондық теңдеуге. Негізінен су молекуласы H+ және OH- иондарына ыдырайды. Судың диссоциялану деңгейі алайда өте төмен болғандықтан, біз оны H2O деп сол күйінде жазамыз, толық иондық теңдеуде. Ал енді ұқсас иондарды қысқартамыз. 2 натрий плюс пен 2 натрий плюс, 2 хлорид минус, 2 хлорид минус. Нәтижесінде бізде мынандай қысқартылған иондық теңдеу шығады. CO3 2 минус, 2H плюс, нәтижесінде H2O және CO2 түзілді. Өткен видеода айтқандай, қысқартылған иондық теңдеу ерітіндіде іс жүзінде жүріп жатқан химиялық өзгерісті, яғни химиялық реакцияны көрсетеді. Бұл жерде ерітіндіде бізде карбонат анионы, оның
еріген тұзы, суда еріген тұзы белгілі бір қышқылмен әрекеттесіп H2O мен CO2 түседі. Келесі видеода енді бикарбонат, натрий бикарбонатын алайық. Натрий бикарбонаты бізде суда натрий катиондары мен бикарбонат аниондарын ыдырайды, себебі ол суда ериді. Тұз қышқылын жаңа көрдік, сутек пен хлорид аниондарын ыдырайды. Бұл реакцияда не өнім ретінде түзілетін қазір көрейік. Біз натрий карбонатын аламыз және сол пробиркаға тұз қышқылын қосамыз. Және бұл жерде де бізде көмір қышқыл газы түзілді өнім ретінде. Яғни бұл жерде де реакция теңдеуін жазып көрейік. Бізде натрий бикарбонаты бар ерітіндіде. Оны тұз қышқылымен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде натрий хлориді түзіледі, ериді суда, және H және бикарбонат H2CO3 береді. H2CO3 кейін суда ыдырайды. Ол ыдырайды су молекуласына және CO2 көмір қышқыл газына. Бұл реакцияға қарайтын болсаңыз, әрбір атом теңесіп тұр, сондықтан келесі толық иондық теңдеу жазып көрейік. Натрий бикарбонаты бізде натрий плюс және бикарбонат минус, HCO3 минус ионына диссоцияланады. H хлор, H плюс пен хлор минус. Екеуі де ерітіндіде бізде натрий хлориді натрий плюс пен хлорид минусқа диссоцияланады. H2O мен CO2-ні сол күйінде қалдырамыз. Нәтижесінде натрий плюс пен натрий плюс, хлорид минус пен хлорид минусты қысқарталамыз. Қысқартылған иондық теңдеу бикарбонат анионы қышқылмен әрекеттескен кезде бізде су және көмір қышқыл газы бөлінеді. Тағы да қысқартылған иондық теңдеу ерітіндіде іс жүзінде жүріп жатқан химиялық реакцияны көрсетіп тұр. Бұл реакцияны сіз өзіңізде жасай аласыз. Мысалы, соданы алатын болсаңыз, ас содасын алатын болсаңыз, ол натрий HCO3 формуласы, және оған мысалы лимон қышқылын тамшылатып қоссаңыз, сіз көмір қышқыл газының бөлінуін көре аласыз. Бұл да осы реакция, себебі лимонның құрамында лимон қышқылы бар. Лимон қышқылы суда кішкене осы H плюс иондарын бөледі. Сондықтан тап осындай реакция жүріп жатады. Келесі видеода біз енді ерітінді емес, қатты карбонатты аламыз, қатты күйіндегі. Бұл бізде кальций карбонаты, және кальций карбонаты суда ерімейді. Суда ерімейді, оның құрылымы осындай болады. Оған тұз қышқылын қосатын болсақ, бізде тап солай көмір қышқыл газы түзіліп жатыр. Тағы да қайталап кетемін. Бұл жерде бізде кальций карбонаты берілген. Кальций карбонаты бұл жерде қатты күйінде. Оған біз тұз қышқыл ерітіндісін қостық. Нәтижесінде бізде тағы да көмір қышқыл газы бөлінді. Бұл реакция теңдеуін жазып көрейік. Бұл реакцияда бізде кальций карбонаты берілген. Кальций карбонаты бұл жерде ерітіндіде емес, қатты күйінде. Қатты деп жазамыз. Кальций карбонаты суда ерімейді. Алайда біз оған тұз қышқылын қосқан кезде бізде не түзілді? Біріншіден, кальций хлориді түзіледі. Формуласы кальций хлор 2 болады, себебі хлорид 1 минус, кальций 2 плюс. Және кальций хлориді суда ериді. Келесі бізде H плюс пен CO3, H2CO3-ті беру керек. Суда ыдырайды. Ыдыраған кезде H2O мен көмір қышқыл газын түзейді. Көмір қышқыл газының бөлінуін біз жаңа бақыладық. Бұл реакцияны теңестіріп көрейік. Кальций бізде біреу, кальций біреу, хлорид аниондары екеу, сондықтан мына жерге 2 қоямыз. Енді бізде сутек атомдары, көміртек атом біреу, көміртек атомы біреу, сутек атомдары екеу, және оттек атомдары мына жерде 3, мына жерде 3. Реакция теңесіп тұр. Бұл жерде, егер назар аударатын болсаңыз, бұл реакция кезінде бізде суда ерімейтін зат болды. Реакция өнімінде бізде суда еритін тұз түзілді, және CO2 және H2O түзіліп жатыр. Егер мен бұл жерде
кальций карбонатына тағы да тұз қышқылын қоса беретін болсам, кальций карбонаты толығымен әрекеттесіп, бізде бұл жерде кальций хлориді түзіліп кетеді, және біз кальций хлориді суда ерігендіктен мына ақ қосылыс жоғалады. Яғни ол осы тұз қышқылымен әрекеттесіп жатыр. Енді бұл реакция үшін толық иондық теңдеуді жазайық. Кальций карбонаты бұл жерде қатты күйінде, яғни ол ешқандай бос иондарға ыдырамайды. Ол осындай иондық кристалл тор ретінде болады. Сондықтан толық иондық теңдеуде оны қатты күйінде көшіреміз. Кальций СО3 қатты деп. Ол тұз қышқылымен әрекеттеседі. Тұз қышқылы ерітіндіде диссоцияланады. Нәтижесінде кальций 2+ және 2 хлорид минус болады ерітіндіде, және H2O мен CO2-ні сол күйінде көшіреміз. Бұл жерде 2 хлорид анион қысқарталамыз. Нәтижесінде кальций карбонаты қышқылмен әрекеттеседі. Нәтижесінде кальцийдің еріген тұзы, себебі бұл жерде тұз қышқылын қолдандық, яғни кальций хлориді суда ериді, H2O және CO2 түзіледі. Бұл жерде кальций карбонаты ерітіндіде болмаса да, яғни қатты күйінде болса да, ол осы сутек катиондарымен контактқа түсіп, яғни олар соқтығысып, бізде нәтижесінде реакция, яғни химиялық өзгеріс жүреді. Бұл жерде химиялық өзгеріс кезінде кальций хлориді H2O мен CO2 түзіледі. Сонымен бұл видеода біз карбонаттардың, олардың еріген тұздарымен, ерімейтін карбонаттардың қышқылдарымен қалай әрекеттесетінін көрдік, және бұл реакция үшін реакция теңдеуін жазуды үйрендік. Реакция нәтижесінде бізде әрдайым көмір қышқыл газы мен H2O түзіледі, себебі H2CO3 бізде суда осы екі компонентке ыдырайды. Бұл видео бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға жазыңыздар. Бұл видео ұнаса лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.